Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше пирожныйлардың бірі ролл кейк пирожныйның рецептімен бөлісемін. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ролл кейк пирожныйын дайындау үшін ең алдымен жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын бөліп аламыз. Ақуыз салынып жатқан ыдыс таза болу қажет, бір тамшы су, бір тамшы май болмау қажет. Сол кезде меренга түрі шығатын болады. Ал меренга түрі шығатын болса, бисквит әдемі көтерілетін болады. Ақуызды дәл осылай көпіргенше араластырамыз. Көпірген сәттен бастап қантты 3 бөлікке салып шығамыз. Жай жылдамдықтан бастап жайлап жылдамдығын арттыратын боламыз. Дәл осындай формасын ұстайтын масса болғанша дейін араластырамыз. Жұмыртқаның сарыуызына 4 жұмыртқаны қосамыз. Және де бізге тағы да қант қажет болады. Жұмыртқаның сарыуыздарын миксердің көмегімен араластыра бастаймыз. Жай жылдамдықтан бастаймыз. Және дәл осылай көпірши бастаған сәттен бастап қантымызды тағы да 3 бөлікке бөліп қосамыз. Басында жай жылдамдықпен бастап, жайлап жылдамдығын арттыра беретін боламыз. Миксердің көмегімен ағарғанша дейін араластырамыз. Дәл осылай ағару қажет. Және де дайын болған біздің меренгамыз екеуін араластырамыз. Меренганы 3 бөлікке бөліп, салып, лопатканың немесе венчиктің көмегімен асықпай астынан үстіне дейін араластырамыз. Егер қаттырақ жылдамдықпен араластыратын болсаңыздар, сіздердің бисквиттеріңіз көтерілмей қалатын болады. Сол себептен 3 бөлікке бөліп меренганы лопатканың немесе венчиктің көмегімен дәл осылай астына үстіне дейін араластырамыз. Жай жылдамдықпен араластырамыз. Дәл осындай біркелкі әдемі масса болу қажет. Содан кейін ұнды 2 бөлікке бөліп саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізетін боламыз. Тағы да дәл осылай астынан үстіне қарай жай жылдамдықпен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осындай біркелкі ұнның түйіршігі қалмайтындай масса болу керек. Дайын болған массаны 2 бөлікке бөліп пісіріп аламыз. 200 градуста 7-8 минуттай пісіріп аламыз. Ендігі кезекте кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін сливкиді және қантты қосып, миксердің көмегімен араластырамыз. Қоюлана бастаған сәттен бастап творожный сырды салып, қоюланғанша араластырамыз. Крем дайын болды. Дәл осындай біркелкі масса болу қажет. Дайын болған бисквитті суығаннан кейін барып пергамент қағазынан алатын боламыз. Міндетті түрде суы қажет, ыстықтай алуға болмайды. Және сүт пен қантты араластырып пропитка жасаймыз. Пропитка жасап болғаннан кейін кремді 2 бөлікке бөліп жағып шығамыз. Жалпы бұл пирожныйға кез келген кремді пайдалана беруге болады, бірақ дәл осы творожный сырмен өте дәмді болып шығады. Кремді жағып болғаннан кейін мұздатқышқа 30-40 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде әдемі кесілетін болады. 30-40 минуттан кейін бисквитімізді алып, шеттерін тегістеп шығамыз. Сол кезде пирожныйларымыз біркелкі әдемі болып шығады. Және бөліктерге бөліп шығамыз. Бөліктердің көлемі сіздердің жасайын деп жатқан пирожныйларыңыздың көлеміне байланысты. Мен деп 6 бөлікке бөлдім. Және видеодағыдай орап шығамыз. Шеттерін жақсылап бекітеміз. Дайын болған пирожныйларыңызды тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қойып қоямыз, немесе асығыс болсаңыздар тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Енді біз бетіндегі ганажын дайындаймыз. Яғни ол үшін бізге шоколад,
сұйық май және ұнтақталған орех керек болады. Шоколадты микроволновканың көмегімен немесе водяной баняда ертіп алып, артынан сұйық майды қосып, біркелкі масса болған араластырамыз. Екеуі жақсы араласу қажет. Және артынан ұнтақталған орехты саламыз. Жақсылап араластырамыз. Дәл осындай масса болу қажет. Ендігі кезекте пирожныларымызды шоколадқа аунатып шығамыз. Ол үшін бізге осындай шпажка қажет болады. Шпажканы пирожнымызға бекітіп, шоколадқа аунатамыз. Осылай артық шоколадты сырғытып тастаймыз. Және осындай пергамент қағаздың үстіне немесе силиконды ковриктің үстіне қойып қоямыз. Сол кезде асты оңай алынатын болады. Дайын болған пирожныларды тоңазытқышқа шоколадты кепкенше қойып қоямыз. Ендігі кезекте бетіндегі шапкасын, кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки мен қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Сәл қоюлана бастаған сәттен бастап творожный сырды салып, қою масса болған араластырамыз. Дәл осындай формасын ұстап тұратын масса болу қажет. Және ең соңында кез келген насадканы пайдалана берсеңіздер болады. Мен осындай насадканы пайдаландым. Бетіне кремді жағып шығамыз. Осымен біздің пирожнылар дайын болды. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.